Армысыз құрметті көрермен, соққы және гол 178-ші шығарылым. Біз бүгін Байер клубын құттықтағымыз келіп тұр. Байер чемпион атанды. Байер! Хаби Алонсо әлемнің үздік бапкері. Дәл қазіргі сәтте ме? Дәл қазіргі сәтте. Хаби Алонсо себебі 17-ші орында тұрған Байерді алды да чемпион қылды. Осы уақытқа дейін неше жыл тарихы бар клуб? Байердің ба? 120 жыл. 120 биыл шілде айында 120 жылдығын тойлайды. 120 жылдық. Неше? Жыл? 120 жылдық. Ғасыр айтып жүрейін деген ғой, 120 деген кезде. 300 деген сияқты ма? Хабарный әлімжан. Ойлашы, қатарынан 11 рет Бавария чемпион болып атқан соң келіп... Былтыр соны Боруссия Дортмунд құрту керек еді ғой негізі. Былтыр Боруссия Дортмунд 10 жылдан кейін чемпион атанды. Биыл енді Байер чемпион атанып отыр. Және 17-ші орындағы Ливеркузенді алып, Неверкузен деген атағынан айырып, қандай қазір? Атақ емес енді ол. Қазір Виннеркузен деп кетті. Виннеркузен деп айтып жатыр. Лидеркузен. Проклятие деген дұрыс шығар, ол қазақша қандай еді? Қарғыс қой. Көшбасшы Кузен деп айта берсек. Сол Неверкузен деген қарғысынан құтқарды ғой. Бірақ тағы да бір айтпақшы, екі қарғыс әлі де жұмыс істеп келе жатыр. Қандай? Харри Кейн мен Марко Ройс. Марко Ройс. Мен сүйікті Марко Ройсым десем. Марко Ройс бейшара. Өмір ғой жігіттер, қараңдаршы, Марко Ройс былтыр Бундеслигаға қол жеткізуге жақын қалған кезде Бавария алып кетті чемпиондықты. Енді биыл тағы да таласты, бірақ жоқ жерден Байер шығып келеді. Тура анау Арсенал мен Ливерпуль сияқты Боруссия Дортмунд чемпиондық сыйлады ғой. Осы жыл енді Дортмунд чемпиондыққа тым лайықты емес. Лайық емес қой, бірақ анау көрдің ба, махаббатына қол жеткізе алмай қынжылып тұрған кезде шеттен Байер келді. Енді бұйырып тұр ғой, бұндай негізі анау XG, анау бір продвинутый статистика қарасақ, солардың бәрі негізі Бавария чемпион болу керек деп отырды. Бұл қаншама парадокс болып естілсе де, өйткені Опта суперкомпьютері осы маусымның басында чемпион болады деген командаларды анықтаған ғой. Сол кезде Байердің чемпион болады дегенде 1% көрсеткен ғой. Сонда Баварияға 99% берген ма не? Жоқ. Жоқ, мен ол маусым алдында емес, маусымның қазіргі таңда сол өткен ойындардың бәрін санап шықсақ, негізі анау XG деген бар ғой жаңағы, сол ожидаемый голдар саны бәрі кіріп отса, Бавария бірінші орында келу керек, Байер төмен тұру керек. Бірақ сен XG-ді сен шабуыл ғана айтып ғой. Қорғансыз да ұмытпасай болады. Жоқ, сол қорғаныс бәрін санаған ғой. Сол полный. Разницасын санаған ба? Иә, разницасын санап, кім қанша ұпай алу керек дегеннен қарағанда. Оның бәрі болмайтын нәрсе ол. Болмайтын нәрсе. Бастысы Байер чемпион атанып тұр. Бастысы Баварияны да өз алаңында ұтып тастады ғой. Мысалы, сөйтіп айырып тастады. Анда екі рет жеңіліп қалып, мысалы, чемпион атанған клубтар болды кейбір кезде. Мысалы, Эль Классикада екі рет жеңіліп чемпион атанған не істейміз енді деп айтады мысалы. QJL-да жасқыран мысалы Қайрат екі рет жеңіліп тастады. Алдыңғы маусымда Боруссия Майнцты соңғы турда ұтып чемпион бола салу керек еді. Соны айтамын. Соны не істеп шыртып 2-2 болды ма, бычты болып кетті соңғы. Қазір мыналар вообще бір күмәнсіз ұтып кетті ғой. Мысалы, мынандай ғой, ойынның үздігі Флориан Виртс 3 гол соқты. Келтіріп отырмыз ғой, жаңа өмірге келтіріп отырмыз ғой. Былтыр да соны Роман Нагучев айтқан кезде TikTokта қатты хит болып кетті ғой. Сен Руслан Бақытжан екеуің бір қызға таласасыңдар. Сөйтіп ол қыз Руслан Бақытжан таңдайды ғой. 11 жыл қатарынан, бірақ үйленбейді да, 11 жыл жүреді. Сен мына жақта тұрып қайттан чемпион боламай қалғанда жылайсың. Сөйтіп Руслан мен ана қыздың арасы суи бастайды ғой. Суи бастағанда сенде мүмкіндігі ашылып деп ойлаған кезде. 11 жылдан кейін не қылады? 11 жыл күтесің ғой сен. Талпамсың сен. 11 жыл күтесің ғой сен, Марко Ройссың ғой. Тағы да чемпион болмай қалды. Қолын ең жетейін. Русланнан кейін ба? Русланмен жүріп кетеді. Русланнан кейін енді сенің қолың сол қызға жетейін деп жатқанда мына жақтан Бекс шығады ғой. Неге сен не істеп жүрсің сен? Мен алмаймын Русланды. Сонда Бексқа Милфа ұрынап жүр ғой дейсің. 11 жыл бойы Русланмен жүрген алмаймын. Ол Русланмен 11 жыл жүрсе, 11 жыл бұрын бұл 9-да болған ғой примерно. Дұрыс қой, енді ешқашан чемпион болмаған ғой бұл. Қызға қол тимеген ғой. Енді міне көрісіп білісіп отыр ғой. Хаби Алонсо молодец. Еще қарандаршы, Ливеркузенді қалам деп отыр. Мен өлгеннен кейін түсінесіңдер, осы күшті айтыпты ғой. Молодец, аха. Сен қызық таймстан барып үйреніп келдің ғой осындай приколдарды. Мына что-то цвет ұнамай тұр, жасыл диванда отыр. Жасыл болу керек еді. Хаби Алонсо Ливерпульдің предложениясынан бас тартты, Баварияға бармайым деді. Осы Ливеркузенмен, Байермен чемпиондар лигасына келесі маусымда таласам деп сондай уәде беріп отыр. Осындай
жетістікке жетіп кәдімгідей чемпиондық сыйлап уже тіпті анау көшенде Хаби Алонсо көшесі деп иә стадионның айналасын айналасына сондай жасап жатыр ғой. Тірі адамға көшен атын беруге бола ма мысалы? Оны бере салса таңғалмаймын. Қазақтардан басқа да ел береді екен ғой. 2016 жылы Еуропа чемпионатында Уэльс құрамасы қатысты ғой, иә. Сол кезде Уэльстегі бір көшенің, бір қаланың атауын, негізі Бала деген ба, қала болған екен, кішігірім ауыл ғой. Соны Бейл деп ауыстырған ғой. Ана Еуропа чемпионаты біткенше. Баланы бәле қылған ғой. Иә. Соны Еуропа чемпионаты аяқталғанша Бейл деп ауыстырған екен. Одан кейін қайтадан қалпына келтірген. Сол сияқты исламдық қуатқа түріктер көше береміз деп еді ғой. Баяғыда ма? Баяғыда сол 2016-та ғой сол. Мен сол матчта болдым ғой. Латвияда. Рус КПЛ біткенше өзім ауылында бір көшенің атын саған бере салайын деп. Руслан Бақытжан атында. Ей, мен атымда ше? Асқаров атындағы Шымкентте саябақ бар. Кім көрді? Пікір жазып кетіңіздер. Міне комментатор деп сыйлап Шымкентте Асқаров атындағы бендера бақ бар. Сізге екен ғой. Асанбай Асқаров емес. Суретім. Қотасыңдар қойсын. Жаске айтып отырмын ғой, суретін қоя салшы. Негізі сен Асанбайсың ғой, иә деп. Жігіттер, бастайық. Бексұлтан Кеулімқос, Руслан Бақытжан қазір ғана сол Байердің чемпиондық матчын жүргізді. 5-0 есебімен талқандап тастады Байер Вердерді. Дидар Есемов, бүгін сенің командаң кеше. Бормутты жеңе алмады, 2-2 есебі тіркелді. Бүгін АПЛ-дің өкінішті жаңалықтарын да талдаймыз. Арсенал ұтылды, Ливерпуль ұтылды. Өкінішті деп енді Манчестер Ситидің жанкүйерлеріне ғана қуантар нәтижелер болып тұр, бірақ қалғандарына жалпы сол АПЛ-дан бастап, кейін Бундеслигадағы Руслан жүргізген матчпен көмкеріп аяқтай салуға болады екен осы шығарылымды. Ағылшын премьер лигасының 3 лидерінің матчын біріктіріп, ортақ тақырып қылып, жалпы кім АПЛ чемпионы атанады деген бір тақырыпта осы видео назарларыңызға ұсынамыз. Яғни Байер Бундеслига чемпионы, АПЛ чемпионы кім? Бастаймыз. Соққы және гол 178-ші шығарылым. Әлімжан Асқаров, Бексұлтан Кеулімқос, Руслан Бақытжан, Дидар Есемов. Кеттік. Жігіттер, соққы және гол YouTube арнасындағы барлық шығарылымдардың демеушісі Пари матч Қазақстан. Алда УЕФА Чемпиондар Лигасының матчтары күтіп тұр. Қызық ойындар, оларға бәс тіксеңіздер болады. Жігіттер, бәстеріңізді абайлап, мұқият зерттеп барып тігіңіздер. Чемпиондар Лигасының матчтары қиын болатыны сөзсіз, сонысымен бірақ бәс тігу қызығырақ болады. Сәттілік тілеймін. Төменде сілтеме қалдырып кеттім. Кіріңіздер, тіркеліңіздер, соққы және голды қолданыңыздар. Көп рахмет. Жігіттер, өткен шығарылымды өте көп адам тамашалады. Мына Чемпиондар Лигасының матчын талқылаған едік. Қызық болды. Көрерменнің ыстығы ықыласына бөлендік. Сол шығарылымда біз арнаға тіркеліңіздерші деп сұрап едік. 2000 адам тіркелген екен. Көп рахмет. Бізді осылай тіркелмей тамашалап жүрген адамдар баршылық екен. Сондықтан 40 000 адамға жеткізу мақсатымыз тұр. Алдағы Чемпиондар Лигасының матчтарына дейін сол 40 000-ға жеткізіп тастайықшы. Дәл қазір кішкене бір пауза алып, 1 секунд қарап қойыңыздар. Арнаға тіркелгенсіздер ме? Тіркелмесеңіздер, тіркеле салыңыздар. Рус тіркеліп жатсың ба, как раз? Мен баяғыда тіркеліп қойған ғой. Сосын пікірде тіркелдім деп жазып жіберіңдер, может бізде лайк басып көріп қойып, мынау красавчик екен деп айтып. Иә, өте тамаша болатын еді. Тіркелсіп, пікірде тіркелгендеріңізді белгілеп кетсеңіздер, барлығына біз рахмет айтып шығамыз, жігіттер. Бастайық енді, Ағылшын премьер лигасы сенсацияға толы тур болды. Арсенал командасы қазір ғана Астон Виллаға қарсы ойнады, 0-2 есебімен ойын бітті. Матчты жүргізіп жатсам, Есен аға елеукен жазып тұр. Не болады? Арсеналдың ойыны жүрмей тұр ғой деген сияқты. Бірінші таймда ой, уайымдамаңыз, қазір гол соғады деп. Сол бір гол керек болды Арсеналға. Сол голды соға алмады ғой, бірақ ұят болып қалды негізі. Басты себеп мен ойлаймын, осы Арсенал, Ливерпуль және Сити Еврокубоктарда ойнап жүр ғой. Ливерпуль тіпті бейсенбі күні ойнаған Еуропа лигасында өте сәтсіз ойнаған, онда әсері бар ғой. Сәтсіз ойнады. Арсенал болса, енді қарсыласы мықты өз алаңда ойнаса да, бірақ Бавариямен кішкене андай энерго затратный ойын болды да, сосын бүгінгі қарсыласы Астон Вилла оңай соперник емес. Конференция лигасында ойнады. Негізі мен басында анау Вест Хэм тоже неде ойнады ғой, Лига Европада ойнады. Байерге қарсы. Ливерпуль екеуі қатарынан ойнап атты, екеуі де ұтылып қалды ғой. Содан кейін кружок жазайын дедім да комментаторлар ортасына, Арсеналда бүгін ұпай жоғалтып қалар депші. Сосын составқа қарасам, кімдердің құрамында Дуглас Луис жоқ екен да, өйткені сары қағаздар көптігіне байланысты. Дисквалификация болып кетті. Содан кейін ойладым, енді орталықта Дуглас Луис болмаса, Арсенал
мүмкіндігі көп болатын сияқты, мүмкін ұтып кететін де шығар деген үміт болды. Өйткені біз интрига тілейміз ғой, негізі әр тур сайын қазір АПЛ-де кім чемпион болады деген тақырыпты көтеріп жатыр. Ол да құрдан құр емес, тарихта болмаған нәрсе. Үш команда бүйтіп кәдімгідей плечом к плечу таласып келе жатқан. Бірақ бәрібір әр тур сайын мен осы жерде айтып отырмын, Сити фаворит. Сендер біресе келісесіңдер, біресе келіспейсіңдер. Қазір бүгін келісеміз десе. Бүгін келісетін уақыттарың келіп отыр, өйткені нақты түрде уже Сити 2 ұпайға озып алды. Енді бәрі Ситидің қолында. Осының алдында Бексұлтан айтып еді, бұл жолы Ситиге көп нәрсе байланысты емес деп. Енді міне екі команда да осы турда ұпай шашты да. Манчестер Сити бірінші орынға шықты. 32 ойыннан бәрінде 73-71 АПЛ турнир кестесі назарларыңызда. Бірінші орында Манчестер Сити, екінші орында Арсенал, Ливерпуль, сосын Астон Вилла. Астон Виллада 63, Тоттенхэмде айтпақшы. Ойсырай жеңіліп қалды Ньюкаслдан. Сөйтіп Астон Виллаға мүмкіндік берді. Чемпиондар лигасында келер жылда Астон Вилланы көріп қалуымыздың ықтималдығы 90%. Себебі 4-ші орын алмаса да 5-ші орын алып, АПЛ-дың өкілі ретінде келер жылы УЕФА чемпиондар лигасында өнер көрсетуі мүмкін. Бірақ қазір Ливерпуль Еуропа лигасынан шықпаса, мүмкін 5-ші орынға АПЛ таласпай қалуы да мүмкін. Өйткені ол жерде Бундеслигамен мынандай талас болып жатыр. Қазір Италия сериясы бірінші орында тұр, екінші орында Бундеслига. Бұл демек Рома мен Боруссия Дортмундқа. Ол жерде бірақ жартақ ұпайдан 0,5 коэффициент Бундеслига мен АПЛ. Ол жерде енді жалпы нәтижелерге қарай тұрамыз. Бірақ чемпиондық таласқа оралсақ, мен ойлаймын, бұл жерде ең маңыздысы жаңағы чемпиондық таластағы тәжірибесі мол Манчестер Сити, именно отқан тәжірибесі мол Манчестер Сити, соны қазір дәлелдеп отыр. Ол бірінші фактор. Екінші фактор енді қарсыластар оңай, банально қарсылас оңай. Лутон мен Астон Вилланы сен салыстырамайсың қазіргі таңда. Кристал Пэласты де салыстырамайсың. Кристал Пэлас осындай бар, әйтеуір өстіп біреуге подножка жасап кететіні бар. Сол үшін бұған да таң қалған жоқпыз. Бірақ енді Ливерпуль, мен ойладым, Аталантаға ұтылса мейлі, осы ойында бір нәрсе істейтін шығар деп, бірақ Юрген Клоп көрініп тұр жаны. Мен кетем деген анау несі уже түсіп баратқан сияқты да. Эмоциясы ма? Эмоциясы. Мә Клоп кетеді ғой деген уже сондай шоктан атқай жетіп, қазір қайттан бір тұғырыққа түсіп қалған сияқты да. Сосын квадруплға біз замахиваться етеміз, анау деген ойдан кейін ары қарай уже мына жерде де Лига Европы бар, анау бар, енді олар да бәрі робот емес, адам ғой. Тем более жаңа құрам. Чемпиондыққа таласып жатқан Арсенал Кристал Пэласты 2 ойында ұтты, 1-0, 5-0 ойсырат тастады. Ал Манчестер Сити 2-2 ойнаған есімізде, соңғы минуттарда гол өткізіп алып. Сосын Ливерпуль міне ұтылып жатыр. Кристал Пэлас өзінің сүбелі үлесін қосып жатыр осы таласта. Сосын Манчестер Юнайтед та сүбелі үлесін қосты. Ливерпульден жақында ғана ұпай алды. Ливерпуль жалпы 2 тур болды. 2 тур болды. 2 турда 5 ұпай жоғалтты ғой жалпы. Жаңа чемпиондыққа таластағы тәжірибеде отырмыз. Мысалы, Ливерпуль жақында чемпион болған команда, бірақ ол кезде бір қатты финишке жеткен кезде талас болған жоқ қой. Анау ковид кезінде маусым тоқтап қалып, оған дейін көп нәрсе шешіп тастаған еді ғой Ливерпуль. Одан бері қанша жыл өтті? Ол да жақында болған деп айта аламын. Бұл жоқ, салыстырмалы түрде Арсенал чемпион болғанына 20 жыл болды. Оларда енді бапкерінде де, ойыншыларында да бұндай таласа тәжірибе жоқ. Былтырғы жеңілістен бәлкім сабақ алса, оны ғана тәжірибеде аламыз. Енді Астана сияқты ғой Қазақстанда соңғы турға келген кезде Еурокубоктарға байланысты кейінге қалған ойындарын жинап ұтып алып қайраттан осып кететін әдеті бар еді ғой. Манчестер Сити енді биыл осып тұр, бірақ бір айырмашылығы 3 команда таласады. Былай қарап тұрсаң, Манчестер Ситиде бір жағынан ең қиын болды, өйткені олар сырт алаңда ойнады ғой. Өздерінің чемпиондар лигасында ойнады. Олар Мадридке ұшып барды, ұшып келді. Енді қарсылас Лутон Таун үйде осы сәт мынау чемпионатқа ең қатты әсер еткен тур болды ма, бай? Переломный момент па? Бір аптаның ішінде сенде 3 маңызды ойын болып тұр ғой, сен өзінің күшіңді раскладывать ету керексің, дұрыс ротация жасау керексің. Сосын енді қарсыласқа да байланысты, сосын жаңағы бейсенбіде ойын болды деп айттық, енді Еуропа лигасы болғаннан кейін. Ливерпульдің осы ойынға дейінгі жағдай бірақ қазір алда келетін матчтарға қарағанда қиынырақ болды, өйткені Ливерпуль алда 4 ойын қатардан сырт алаңда ойындар күтіп тұр. Оның алдында негізі Энфилдте ойнап алды да, мысалы Кристал Пэласке қарсы да Энфилдте ойнады ғой. Былай қарап тұрсақ, Энфилдте бұл жерде Энфилдте Кристал Пэлас Ливерпульді 3 рет осы Клоп кезінде. Сен сеніп жатсың ба Ливерпульдің чемпиондығына? Сен фанатсың ғой. Әрине, соңғы турға дейін сенеміз ғой. Бірақ жаңа айтып қалды ғой, өз үйінде ұтылып қалды деп, Энфилдта. Ол өз алаңындағы
34 ойында ұтылмаған екен Иә, Ливерпуль. иә. Және осы жолы тура керек емес кез ұтылып қалды да. Енді білесіздер ғой, қыстың күні қаңтар айында Клоптан сұрады ғой, енді Ливерпуль чемпион бола ма, АПЛ-ді қай команда алады деген кезде, бұл сұрақты маған сәуір айында қойыңыздар, сол кезде нақты жауабын айтамын деп. Ал сәуір айында клуб осы жерде сөзін бөлейін, білесіз ме не деді? Осындай бірінші таймнан кейін біз қалай чемпиондыққа таласамыз деп айтты осы матчтың соңында. Иә, дұрыс айтады. Өкінішке қарай, Ливерпуль болсын, Арсенал командасы болсын, өздерінің жағдайларын өздері қиындатып алды. Бұл жерде Манчестер Ситидің ешқандай да бір мықтылығы көрініп тұрған жоқ. Ол жай ғана тұрақты ойынын көрсетті болды. Сол жай ғана тұрақты ойында мықтылық болып тұр. Сол ғой енді, сол ғой, ол ротация жасай алады. Ол жай Испанияға барып келді жарайды. Қарапайым ғана Лутонды жеңіп кетті, бірақ Арсенал да Ливерпуль командаларында оларға кешірім жоқ. Енді ренжімесін, бірақ кешірім жоқ. Иә. Енді Арсеналға не жоқ енді ойлап көрші, былтыр қанша бір чемпионаттың бір 80%-ында көш бастап тұрды да, жіберіп қойды. Жарайды, ол түсінікті, 13-14 ойыншымен жылдың соңына дейін 38 тур Еурокубоктар бар, ойнамады, шама жетпеді деді. А Ситиде 2 толыққанды құрам болды былтыр. Биыл да Сити командасында толыққанды 2 құрам бар. Ливерпуль командасында енді бұрынғы багаждармен жиналып, биыл біраз жас ойыншы шықты Ливерпуль сапында. Жап-жақсы келе жатты, енді осы ойыннан кейін сенгім-ақ келеді чемпион болады деп, чемпион болсыншы деп, бірақ Манчестер Сити тағы да өзің айтпақшы. MU мен Кристал Пэласты жеңе алмасаңдар не чемпиондық ол? Көш бастап кететін сияқты, обал болатын сияқты, қатты обал болатын сияқты. Бір-біріне қарсы ойындар қалмады, иә? Қалмады, иә. Осы алдағы матчтар шешуші болады. Бірақ Ливерпульді Арсенал екеуі Тоттенхэмге қарсы ойнайды, по-моему, иә? Үшеуі де. Ситиде Тоттенхэмге қарсы ойнайды. Кейінге шерілген ойын. Жалпы чемпиондықтың тағдырын шешетін команда болып тұр ғой Тоттенхэм. Мүмкін. Сосын Арсенал иә, биыл MU-ге қарсы әлі ойнамаған, иә? Ол жағын есімде. Міне алдағы ойындарға тоқталып кетейік. 4 ойын қатарынан Ливерпуль түзде ойнайды, және біреуі Еуропа лигасының аясында Аталанта. Сосын Фулхэм, Эвертон, Вестхэм үшеуі де сырт алаңда болатын ойын. 2 рет Лондонға, 1 рет Ливерпуль өзінің қаласында Эвертонға қарсы дербиде ойнайды. Сосын үйде Тоттенхэм, Астон Вилла және Вулверхэмптон. Ливерпульдің алдағы күнтізбесі осындай. Енді ең қиын қарсыластар Арсеналда. Алда Баварияға қарсы ойын, одан кейін Вулверхэмптон, Челси, Тоттенхэм, Бормут, MU және Эвертон. Міне, мықтыларға қарсы ойнайды шыны керек Арсенал. Ал Манчестер Сити егер бір күшіне қарайтын болсақ, бейне бір бүкіл клубтарды таптап өтіп кете алатын қауқары бар сияқты. Бірақ АПЛ-ға дейін Реал Мадридке қарсы чемпиондар лигасының матчы бар, және Челсиге қарсы Англия кубогының ойыны бар. Жартылай финалы бар. Жартылай финал. Екеуінің арасы 2 күн болады, по сути, 2 сутка болады демалыс. Өйткені енді 3 сутка, 3 тәулік, бірақ біздің уақытпен по факту 2 тәулікті, енді сағатпен санағанда бір 50 сағат демаламын, сондай ғой. Не істегені бар деген. Сосын Брайтон, Ноттингем Форест, Вулверхэмптон, Фулхэм, Тоттенхэм және Вестхэм. Осындай ойындар бізді алда күтіп тұр. Мәселе былай. Ливерпуль Еуропа лигасынан 0-3 жеңіліп қалды. Екінші ойында олар барын салып камбэк жасауға ұмтылу керек пе, әлде осы Еуропа лигасын жібере салу керек пе? Ұмтылса да жалпы жеңе алмайтын сияқты 3-0-ден кейін. Неге? Кезінде Барселонаға қарсы да. Италияда болады ол. Барсан жанкер не деп Ол Аталанта. Ол Италияда болады ол. Ал ол кезде Ливерпуль Энфилдте камбэк жасады. Ал жағдай өзгеше. Түсінемін, бірақ Ливерпуль любой қарсыласты 3 голдан көбірек ұтып кетуі мүмкіндігі бар. Еуропа лигасы біткен сияқты. Не істеймін, бірақ просто команданың приоритеті бола ма, сол ғой сұрақ. Сол приоритет бірінші ойында 3-0 жеңіліп қалды ғой, енді 0-3. Мен сонда ойладым да, бұларға енді Еуропа лигасы керек емес. Олар енді АПЛ-ға жақсылап дайындалады екен. Жарайды, Еуропа лигасынан ертерек құтыла салатын шығар. Бірақ ертерек емес қой сол вот именно. Жоқ, енді ойлашы, ары қарай 2 тур ғана қалады ғой мысалы. Жоқ, оны алған күннің өзінде Ливерпуль сияқты топ команда үшін Еуропа лигасының бір кубогы, бір үлкен приоритет емес. Мен ойлаймын қазір любой командаға қазір трофей керек. Өйткені сен ағылшын премьер лигасының трофейі біреу уақытта таласатын минимум, енді маусым алдында 6 команда примерно заявлять етеді, ішінен 3 таласады да, бірақ конкуренция прям бешеный ғой. Сосын Англия кубогында, например, 8 команда минимум таласады. Арсенал бірден жібере салды кубоктерді. Вот Арсенал жібере салды, бірақ Челси таласып жатыр, Сити таласып жатыр, Юнайтед, Ковентри Ковентридің өзі, Ковентри, Юнайтед тоже ойнайды осы неде. Жоқ, айтпағым, Юрген Клопта жоқ қой Еуропа лигасы. Ол бүкіл қатысқан турнирлердің ішінде сол Еуропа лигасын ғана ұтпаған. Финалда ұтылып керек де жоқ шығар енді оны. Севильядан, иә? Неге? Өйткені былай қарасаң, Еуропа лигасының финалында жеңген үшін саған жеңімпазға УЕФА 15-20 миллион евро береді.
Иә. АПЛ-ды жеңсең сен 120 миллион евро ма сондай береді. Оның статусы. жоқ енді не факт ол АПЛ жеңетіні. АПЛ-ды жеңбесең де примерно сол ақша береді, даже 120-дан көп, бірде 100. Осеке, ол жерде айтып тұрған жоқ қой, сен Еуропа лигасына ұшып кетсең АПЛ-ды жеңесің деген әңгіме жоқ қой. Иә. Ол АПЛ-ды ұтамай, Еуропа Мен лигасына жақсы ұтамай. түсініп тұрмын ше. Дұрыс айтасың. Өткен маусымда Барселона Еуропа лигасы керек жоқ, ұшып кетіп чемпиондық алса жақсы болар еді деп айтқан кезде, қаяқтағы барлық турнир маңызды деп айтқан еді. Маған жанкүйер ретінде Еуропа лигасы әлі де екінші деңгейлі турнир ретінде қалыптасуы керек. Қайры болдық қой сендер. Енді деймін, жоқ, енді деймін. 16-тан бір финалда бере салды болды. Енді деймін де Аталантамен Берсе сөйтіп бере салу керек. Атлантадан жеңіліп қалғаннан кейін жарайды, бір қатты көңіліне түскен жоқ. Құрсыншы Еуропа лигасы ғой деп енді. Бірақ бүгін Иә, сонда приоритет қойып жатсаңдар, бүгін ұту керек. бүгін ұту керек еді да. Оған қоса Бексұлтанның мысалымен келмейтіні Барселона 16-тан бірінші финалды жібере салды да Еуропа лигасын. Ал бұлар енді ширек финалға шықты, Аталантаны ұтса жартылай финал, сосын финал. Мен матчты көріп едім, Ливерпульді жіберді деп айта алмаймын ар жақта шыны керек. Құрам жақсы шығарды. Сонымен қоса Аталанта просто жалпы ойын бойынша кеп тастады. Сол ойын примерно Астон Вилла Арсенал сияқты болды да. Астон Вилла екінші таймы, сол Аталанта Ливерпульдің бірінші таймы болды. Аталантаның прессингі жалпы сұмдық прессингпен Клопты таң қалдырды. Ал Клоп бұл жерде дайын емес болып шықты жай ғана. Жоқ, мен үшін таң қалдыратын жай, өйткені Джампьеро Гасперини жалпы прессингті жаңа Италия чемпионатына персоналды прессинг дегенге жаңа дем алып келген бапкерді, оны клуб қалай білмейді. Персоналды прессинг деген вообще маған ұнамайтын нәрсе да. Қалай жеңіліп қалды сол кезде таң қалдым шыны керек. Жоқ, ол именно осындай Ливерпуль сияқты андай гейген прессингпен ойнайтын командаларға өте жақсы, өйткені сен кішкене Ливерпульдің ойыншыларына қарағанда кішкене неңді энергияңды экономдайсың, бірақ момент болған кезде олар қосылып кетеді. Сосын енді Ливерпульде көп қорғаныста қателік жіберетіндер бар, именно индивидуальный қателікті жібереді. Сондай персоналкамен сондай қателіктерді. Жалпы қорғаныстағы қателіктер емес, енді сол ойындағы шабуылдағы ондай қателіктер. Жіберіп алғандар дейсің. Нунес деген негізі кету керек пе деген сұрақ туындап тұр Руслан Жалпы аға. ол да жіберіп алған нәтиже бойынша рекорд жасап тастапты ғой, иә. Ол да рекордтар ондай көп. Бірақ сендер 5 апта бір ай бұрын Нунесі 11+11 ойбай үздік шабуылшы деп қақпа бағанына мен үйтіп айтпаппын еді. Сен сөйтіп айттың осы жерден. Жасик тауып скриншот жібере салшы. Қақпаның жақтауына тию бойынша да рекорд істепті. Көп ондай рекордтар неудачный. Сол Нунес не істеймін Руслан аға? Нунес деген баяғы Арсен Тлихов сияқты ғой. 75 моменті болады, бірақ 3 гол соғады да. Бір ойында. 100 удар. 11 гол. 100 удар. Баяғыда Қайратта сондай ойыншы болған, Арсен Тлихов деген. Бір матчта бір 10-15 мүмкіндік болады, 100%. Сол бір гол соғады. Әлібек Бөлешев те бар еді сондай. Бөлешев кішкене 5 удардан біреу да одака. Тлихов бір маусымда үздік бомбардир болмады. Болды, бірақ оның мүмкіндіктері сұмдық көп еді да. Енді біз чемпиондыққа таласып жатқандарды жалпы айтып жатырмыз, бірақ кішкене де Арсенал Астон Виллаға тоқталып кетейік. Осы матчты мен қазір жүргіздім. Маған өте қатты ұнады негізі ойын. Бірінші таймда Арсеналдың басымдығын анық сездік, бірақ Унай Эмери деген өзінің жұмысын білетін адам ғой. Good evening деді ғой аналарға просто. Еще не вечер деді ғой сосын. Унай Эмери деген Арсеналды баптаған бапкер өзінің бұрынғы командасына ар жақта енді бірақ оның да мақсаты бар ғой, чемпиондар лигасына дайындалып шығару. Сонымен қоса 2 рет жеңіп отыр ғой. Бірінші айналымда 1-0 есебімен жеңіп кетті. Сол кезде естерінде болса Ситиде Арсеналды қатарынан алып кетіп рекорд жасап еді ғой өз алаңында. Сырт алаңда да міне 0-2 есебімен жеңіп тастады. Жалпы негізі бір апта деп отырмыз ғой, чемпиондыққа әсер еткен, көп нәрсе шешіп тастаған деген. Бір аптадан бөлек 5-ақ минут нәрсе шешіп тастады мына ойында. Арсенал қыспаққа алды, ана жақта әлем чемпионы Мартинес әлем чемпионы екенін дәлелдеп қайта сейфтер жасады, аяғын кезеп қалып керемет допты қайтарды. Сөйткен кезде кездесудің 84-ші минутында Леон Бейли гол соғады, ойынға тың болып шыққан футболшы, және 87-ші минутта Олли Уоткинс ойыншы деді гол соқты, есепті 2-0 қылды. Кәдімгідей Арсеналдың сол бір 3-4 минутта концентрация жоғалтып алған, жақсы пайдаланып кетті. 2-0. Оның алдында Бағанаға бір рет доп тиеді, Мандайшаға бір рет доп тиеді. Астон Вилла қонақта Арсеналды лайықты түрде ұтты. Ойын бойынша Астон Вилла ондай қатты төмен болды деп айта алмаймын. Шыны керек. Көп шабуылдар офсайдқа түсті. Астон Вилланың жалпы осы Унай Эмеридің маусымдағы ашқан тактикасы ол жасанды офсайд жай ғана. Арсеналдың шабуылдары офсайдқа. Сол офсайдқа түсіп қалғаннан кейін сен шабуылдар көбірек болды деген иллюзия болып отқан шығар, бірақ 5 рет офсайдқа қалып қалды ойыншылар. Жалпы жоқ, Арсеналда шабуыл көп болған иллюзия емес қой.
жоқ енді былай қатты айтарлықтай емес деген ғой жалпы. Жалпы осы Астон Вилла Астон Вилла мысалы 5 рет офсайдқа қалай түсірді? Өйткені олар биік ойнады, прессинг жасады, олар да бірінші номермен ойнағысы келді. Сол туралы айтқым келіп отыр да. Бұл классикалық Унай Эмеринің командасы кезінде анау Еуропа лигасын маусым сайын ұтып жүрген Севильяға өте қатты ұқсас. Бұл схемасы да, жалпы ойын өрнегі де. Бірақ бір ерекшелігі бар. Астон Виллада индивидуалды мықтырақ қой футболшылар енді. Леон Бейли, например. Кімнен мықтырақ? Сол Севильяда болған. Арсеналда мықтырақ. Жоқ, Арсеналда мықты емес. Просто Арсеналмен кәдімгі конкурировать ете алатын ақшалар көп. құрамда. Иә. Леон Бейли қазір осы маусымда Байермен чемпион болуы мүмкін еді. Сондай футболшы алдыңғы маусымдағы лидер, алдыңғы емес, 2 жыл бұрын ғой деймін Байерде ойнап жүрген. Сол лидерлердің бірі өте талантты футболшы. Жоқ, Астон Виллаға ауысқаны 3 жыл болды. 3 жыл болды ма? Мен уже это старческий склероз дейді ғой. Сосын кім Оли Уоткинс осы маусымдағы ағылшын бомбардирлерінің ең үздіктерінің бірі. Харри Кейнді санамасақ, ағылшын премьер-лигасында ойнап жүрген ең үздік. Решфордтардың бәрін осып кетті. Айван Тони 19 гол, 10 гол плюс пасы. 29 ғой, гол плюс пас көрсеткіші бойынша. Холландта 20, 1 гол соқса теңеседі ғой. Пау Торрес деген қорғаныстағы футболшылар енді просто. Даже Диего Карлос бүгін қалай ойнады? Мықты орталық қорғаушы. Эзель Конса мен Люка Дин бұрыннан ойнап жүр Астон Виллада. Люка Динді Бексұлтан Юрий Тилеманс деген айуан еді ғой, мысалы Лестерде жүрген кезде. Консада негізі орталық қорғаушы, оң апталға ауысып алған мысалы. Онда жалпы Эмеридің үлесі бар. Сол любой футболшының аласында бұл Астон Вилла негізі там Эредивизияны ұтып кетеді спокойно, там даже Италия чемпионатында чемпиондыққа таласатын команда. Конференциялар лигасында фаворит. Жоқ. Ну, примерно деп отырмын. Бапкердің почеркісі ғой бұл жерде бірінші кезекте. Астон Вилланы түрлендірген. Әйтпесе мысалы Вест Хэм Юнайтедтің құрамымен салыстырсаң, Вест Хэм Юнайтедке маған мықтырақ көрінеді. Мұхаммед Кудус деген мысалы қандай талантты футболшы. Боуэн. Бірақ олар биыл тіпті 4-ші орын алып, келесі жылы чемпиондар лигасын ойнаса да, олар топтан шығуы мүмкін, бірақ ары қарай бармауы мүмкін. Примерно Ньюкасл сияқты болып кетуі мүмкін, бірақ бұл жерде Унай Эмеридің тәжірибесі зорлап, Эдди Хаудан қарағанда. Бірақ бұл негізі чемпиондар лигасына қатысады деп айта беруге болатын шығар. Иә, қатысады. Бетон қатысады, бірақ бұл келесі маусым енді басқа чемпиондар лигасы. Басқа формат болады. Бұл жерде қалай болады, оны айту қиын. Швейцаркада емес екен ғой. Швейцарка емес екен, аты әшті өтірік қоя салған екен ғой. Иә, кішкене ұқсайды екен Швейцар. Ана жерде командалар ұтылғандармен, ұтқандармен емес, алдын ала календар белгілі болады екен ғой. Сондай екен. Жоқ, ол бастапқы турларға содан кейін мықтылар деймін. Иә, бірақ бірінші 3 тур точно сен белгілі болады екен. Бәсе ойлаушы едім, қалай дайындалады деп. Мен әлі ол форматты изучать еткен жоқпын, бірақ. Жоқ, сен алдында қарсыластарың топ турнир бар ана жерде. Швейцарлыққа жалпы не чемпионат сияқты ойнатылады. Иә, бастапқы расписаниені рейтингке қарата істеген сияқты. Қазіргі клубный рейтингке қарата. Сол форматқа бүкіл УЕФАның клубтары кәдімгі не ма? Келісті ма? Келісті, өйткені клубтар саны өседі ғой. Жоқ, не болады айтпақшы. Клубтар саны өседі. Каша болады ғой енді. Топтармен ойнайды. Компьютер жеребен жасайды. Мысалы 36 команда бар, 36 команда әрқайсысына бүйтіп жеребе жасап отпай, компьютер тұрады да бір өтеді қалады да, мына сейні не сейні. Әйтпесе 2 сағатқа созылады екен ғой жеребе. Соны бір нені. Сол үшін сөйтті. Енді мен Унай Эмеридің жаңағы әңгімесі негізі қызық қой. Мен мысалы Унай Эмеридің былай карьерасын толық көрген адаммын да. Валенсияда жүрген кезде мынау топ клубқа ауысса екен деген ой туындайды. Сосын РПЛ деңгейінде топ клубқа ауысты ғой Спартакта. Жоқ, РПЛ деңгейінде бәрібір топ клуб қой. Спартакқа ауысты. Сол жерде Дзюб айтты, тренеришка болып қалды. Одан кейін Севильяға барады да, Еуропа лигасын отады 3 рет, иә? 3 рет Еуропа лигасын отады да, енді топ клубқа кету керек қой дегенде ПСЖ-ға ауысады. Мен ол кезде Франция чемпионатының шолушысы болып статья жазатын. Унай Эмери туралы ПСЖ-ға қандай күшті болды келгені деп 2 бет жазғам. Болды, енді ПСЖ чемпиондар лигасын отады ана жақтағы. Мен айтқан. ПСЖ-да чемпионатты ұтамай қалады, чемпиондар лигасы болмасын. Содан кейін Арсеналға барады. Арсеналда да болмайды, жүрмейді. Вильяреалға барады да Еуропа лигасын ұтып алады. Демек, Астон Виллаға келеді да, қазір чемпиондар лигасы шығайын деп тұр. Конференциялар лигасын ұтып алу керек. Енді Астон Виллада мысалы Унай Эмериді жақсы, онша танымайтын, бұрыннан білмейтін адамдар, мынандай маманды МЮ-ге апару керек қой, Челсиге апару керек қой, немесе Арсеналға жіберу керек қой деген сияқты ой туындауы мүмкін да, а ол баптай алмайды ондай команда. Топ клубтармен жұмыс істей алмайды. Жалпы Дзюбада мінез туралы айтты, бір өзінің интервьюларында, негізі мінез қызықтау адам, негізі. Ренжіп қала ма? Жоқ, футболмен ауыратын
адамда футбол Кейбір- 100% уақыт футбол, Иә. ал бапкерлер мысалы Анчелоти сияқтылар психологиямен жұмыс істейді, әр Бұл ойыншыға жерде подход іздейді ше. тренер мен менеджердің жаңа айырмашылығы ғой. Топ командаларға именно андай менеджер, харизматиктер керек та. Өйткені сен ол жерде 24 сағат бойы аптасына 7 рет андай папараццының прессингі, давление сен туралы жамандап жазады. Осындай біз сияқты подкасттар жиналып ол жақта сен туралы прям тұрси носкиіңе дейін айтады ғой. Сондайға мүмкін Унай Эмери өзі Соны носкиін көргенсіздер ма оны? Сондай мамандар бар да. Иә, енді бұл жерде көп пример ғой. Осы ағылшын премьер лигасын алса, Грэм Поттер, например, Брайтонмен күш істеп келатты, Челсиға келіп өш не істеп қалды. Нуно Эшпириту Санту да бар. Нуно Эшпириту Санту, Эрик Тен Хагты қазір мен ойлаймын, сол именно давлениені шыдай алмай жүр ол. Вот именно соның бәрін толықтай Эвертонның бапкері болған кім еді? Давид Мойс па? Мойс. Сол да сол, Юнайтедке барып шайып. Олар былай ортан қол командаларды күшті деңгейге жеткізе алады да, бірақ топ жаңағы жұлдызды бапкерлер, жұлдызды ойыншылармен жетістікке жететін нәрселерді все-таки кішкене несі жетпей қалады. Ол жерде адами андай коммуникация жақсырақ болу керек та ол кезде. Эмоциональный интеллект деген қазір не бар ғой, мүмкін сондай бір кішкене жетіспей ма? Жақсы. Ман Сити 5-1 есебімен ұтты. Жақсы деп бөле салды. Ол жерде талқылайтын болды ғой. Өзім тупой шуткаларын тыққан кезде мейлі да, носки туралы. Носки туралы өте күшті мына жақта талдау айтып жатсам бүйтіп жақсы дей салдым да. Енді жұмысым қиып тастап келесі тақырыпқа өту ғой. Әйтпесе отырасыңдар ғой сендер. Жақ жүріңдерші, сөзді бөлмеші, әлекей не отсын ана жерде сол жақтан. 5-1 есебімен Манчестер Сити Лутон Таунды жеңді. Ливерпуль командасы Кристал Пэластан ұтылып қалды. Соны бір ауыз сөзбен түсіндіріп бере аламыз ба? Бұл қалай болды? Жалпы Ливерпульге не болып жатыр? Дұрыс түсіндіріп берші бізге бір ауызбен. Өкінішке қарай мен бұл жауаптың сұрағын айта алмаймын, өйткені бұл сұрақтың жауабына жауап бере алмаймын, өйткені жалпы айтып тұрмын ғой, Атлантамен ойнаған кезде 0-3 болды, жарайды, жібере салдым да, құрысыншы, енді әлі АПЛ-дың ойындары бар, 6-7 ойын қалды деп. Енді бүгінгі ойында жеңіліп қалғаннан кейін мен ештеңе айта алмаймын. Көңілім қалып қалды кішкене андай. Айтып жатыр ғой, әріптесіміз Жандос Байділда. Ол негізі кетем деп жарты жыл бұрын емес, осы сәуір айында айту керек. Иә, тура эмоция жаңа айттың ғой басында сен. Ливерпульдің эмоциясы осымен таусылған сияқты. Енді олар эмоция емес, жай ғана шабуылдап ойыншылар гол соға алмайды, болды ғой. Ол эмоцияға байланысты емес қой. Қанша мүмкіндік 4-2 эмоцияға байланысты емес дейсің. 4-2 жинады. Жоқ, ол 4-2 түсінікті, бірақ қанша гол соқты? 0. Қара, Бексұлтан, сен бір түсінбейтін нәрсең, сен анда мотивация, эмоция деген саған бір андай жасанды нәрсе сияқты болып көрінеді. Бірақ оны бапкерлердің өздері де айтады. Бұл FIFA ойнайды ғой. FIFA-дағы ойыншылардың жүрегі жоқ та. Шын адамдар ойнағанда. Әлеке оны адам ойнайды ғой, бірақ FIFA-да. Жақында Анчелотти Ман Сити Реал ойыннан кейін сұхбат бергенде пресс-конференцияда сіздер жаңа физикалық тұрғыда мықтысыздар, көп демалдыңыздар, қазір дайын болып келесіздер, жаңа Этихадтағы ойынға десе. Иә, біз физически дайынбыз, бірақ біз физикалық дайындықпен ұтпаймыз оларды. Біз біріншіден настроймен ұтамыз деп. Настрой бірінші таймда әсер етті шыны керек. Сол настройдың нашар болған әсерінен бірінші таймда Ливерпуль толықтай жеңілді Кристал Пэлас. Сол ғой. Кристал Пэлас 2 гол соғуы мүмкін еді. Анау Робертсон құтқарып қалды. Сондай анау кішігірім нәрселер кейбір кезде жетіспей қалады да, сен уверенность терять етіп қаласың. Міне саған 100% момент, Нуньес жүгіріп келеді, пах, алысқа теуіп жіберді. Анаяқтан, например, сен любой бір күшті бір андай настроениемен от души ойнап жатқан кезде Салах раз тонкий пас беріп жібереді, момент создавать етіп жібереді, мына жерде қысылып ойнаған шығар, сондай эпизодтар болып қалуы мүмкін. Чемпиондыққа талас кезде не настрой ол? Перенастрой ма наоборот? Қысым ғой, қысым, по-любому. Деградация ғой ол маусым соңына қарай. Екінші таймда Джонстың гол соқпағаны сияқты, Нуньес бар, Салах бар, оның барлығында мүмкіндіктер болды ғой. Григорий Константинұлы Бабаян айтпақшы, Дембо Дарбо өзінің соққыларының 30%-ін голға айналдырғанда мен КПЛ-дің үздік бапкері болатын едім деген. Болмайтын еді. Нуньес деген енді білмеймін. Жақсы. Николас Джексон деңгейі ғой шамамен. Жақсы деп Бексұлтанды бөліп тастайық. Астон Вилла Арсеналды 2-0 ұтты, Кристал Пэлас Ливерпульді 1-0 ұтты, Фулхэм Вест Хэмді 2-0 ұтты. Сен жүргізіне бұл дербиді? Фулхэм ба? Иә. Борнмут пен Манчестер Юнайтед 2-2 ойнады, бұнда сен жүргізіне Бексұлтан? Иә, Юнайтедтің ойын жүргіздім. Юнайтед ұтылу керек еді негізі. Жынды ма?
Бормутқа қарсы ей ойнады. Бормут Топовый деген қарсылас. Бормут жеді ғой ар жақта Иә. Юнайтедті. Мойындап отыр. Пенальти өтірік берілді. Адам Смиттің қолынан негізі бүйтіп бір жат ругаға тиді да қолына. Жоқ, ол жерде пенальти. Пенальти. Биттон Болған пенальти бек сол жерде өйткені оның мынандай движениясы болды. Жоқ, керісінше мынандай ішке қарай кірді керісінше. Жоқ, болды былай Сен де неден движение. көрген шығарсың анау. Ау? Қайталап көргенде наоборот. Реверспен нестеп па? Жоқ. Мен анау неде сондай болды тура. КПЛ матчы коммент шоуда талқылап отырсам, ол қолын тартып қалды десем, Дидар жоқ, қолын допқа алсын, допқа. Сөйтсе мен ана реверс деймін, не дейді, сонымен көрген. Айналдырған мен көрген екен ғой. Жоқ, мен көріп шықтым ол эпизод кәдімгідей енді. Мен ойлаймын ол 100% пенальти. Бірақ анау матчтың соңында кішкене повезло енді. Пенальти болмаған ма? Енді ол кезде пенальти болған жоқ енді сөзсіз. Пенальти болған жоқ, иә, бірақ жалпы сол Бормуттың қысымы, прям не, мен ойладым, қазір қайтадан ұтылып қалады мына байқұстар деп. Негізі мен Манчестер Юнайтедтен көңілім қалды, просто Бруно Фернандешті жалко анау. Мә, сөйтіп жүре бере ма байқұс. Ол да кетпей басқа жаққа. Кеткісі де келмейді ғой. Сендер ше, сендер чемпиондыққа таласып отырмын, көңілім қалды дейсің. Сендер Еврокубокқа таласады, көңілім қалды. Нормально жүрміз ғой біз. Біз көңілім қос болып отырмыз ғой мына жақта. Әдемі жүрміз ғой. Бүгін ойнайды, Құдайға шүкір деп қоясың ғой. Брентфорд, Шеффилд Юнайтед 2-0 ұтты, Бернли мен Брайтон 1-1 болып аяқталды, Ман Сити Лутонды 5-1 есебімен қапы қалдырды, Ноттингем Форест пен Вулверхэмптон 2-2. Және мен турды шымылдығын ашатын ойын жүргізгем, турды ашып турды жабайын деп отырмын ғой. Ньюкасл Юнайтед Тоттенхэмнің қақпасына 4 гол соқты. Жеп қойды. Масқара ғой. Үйде Сент-Джеймс паркте 2 ойында 10 гол соғып тастады Тоттенхэм. Ол Ньюкасл мен Тоттенхэм үнемі сол ойынды ғой негізі. Ньюкасл вообще түсініксіз команда. Вот бүгін точно ұтады десең, қарасаң 0-3 ұтылып атады ғой әйтеуір біреуге. Бір сол Бормут сияқтыларға. Ньюкасл қандай шабуылдаушы командаларға қарсы ойнаған ыңғайлы да. Сол иә. Қысқы жиынтықта өз алаңында жеңіп тастады ғой, былай қарап тұрсаң ше. Деңгейлер жер мен көк қой. Сол ғой. Бірақ арасында ұтатын Сендер бар. байқайсыңдар ма? Жота мен соңғы кездері тек топ голдар жүргізіп жатқандарым. Өткенде соққыға жазған ғой. Топовый. Мен матч жүргізсем топовый гол соғылады деп. Сөйтсем қойшы бір нәрсе деп бәрі прикол ұстапты, тағы да топ топылдатып жатыр ма? Иә, бүгін Ақтөбе матчын кубокта жүргізіп Жетісудың қақпасына күшті гол соқты мысалы Ақтөбеде. Жалпы Олли Уоткинс бүгін күшті гол соқты. Әдемі голдар соғылып жатыр. Шүкір сөйтіп жалғаса берсін. Осы аптада әдемі бір гол не істедім. Сен қазір мысалы Бруно Фернандештің голына ұқсайды дейсің ғой. Бруно Фернандеш гол мен жүргіздім мысалы. Онда Барса мен ПСЖ матчын саған заказ берейік та. Сол ойында барда жүргізем. Келіңдер. Саған заказ берейік та. Әдемі голдарға. ПСЖ-ның әдемі голдар. Сенің голың Бруно Фернандешке ұқсайтын қай ойында соғылды? Дидар жамандай комментарийда деп шандай. Айтпақшы, иә, комментарийде алдыңғы выпусты жазып жіберіпті, бәрі көңілім түсіп қалды, жігіттер прям қатты айтып тастадыңдар. Үйтпесеңдерші, Барсаны жамандап жатқан ешкім жоқ. Біз объективті. ПСЖ-ның әдемі голдарына заказ етіп тұрған жоқсың. Аяқ асты. Просто соны дәлелдегім келіп тұр да, қазір ПСЖ өтіп кетсе, байқадыңдар ма? Мысалы, жалпы сол матчта әдемі голдар десең, мысалы, ешнәрсе етпейді ғой, былай қарап тұрсаң ше. Жарайды. Просто не ғой? Әзіл жігіттер. Дидар красавчик деп жаздыңдар бәрін. Дидар. Дидар вообще негізі өте мықты эксперт. Мойындауымыз керек осы соққы және гол. Мен арықтық қосам қалай айтасыңдар сосын? Тұрақты сарапшысы ғой осы жобаның. Руслан Бақытжан, сен де мысалы қонақ ретінде бір баға беріп кетші Руслан. Мен Дидар болса көремін негізінен. Иә. Бәсе сол менімен болады. Дидарды бүйтіп шыққан кезде Дидарды көремін. Дидарды дамытайық. Дидар Есемов деп көбірек пікір жазайық. Себебі Гуглға Дидар Есемов деп жазсам, возможно, вы имели в виду Дидар Қадыров деп шығады екен. Да? Қадыров деп жазсам, возможно, вы имели Рамзан Қадыров деп жазады. Жестко. Дидар қалай дедің? Асанбай Асқаров дедің ба? Иә. Көшенің. Асқаров деп Гуглға жазсам. Дейді екен, не үшін евроны жүргізбейсіз? Евроға барсаңшы. Қолымда болатын нәрсе емес қой мен. Сіздің қолыңызда емес пе ол? Сен былай істесе кезінде марқұм Уткин былай істеген екен ғой. Жаңа эфирлерін алып тастаған ғой. Иә. Сонымен алады да мысалға топ ойын ғой ПСЖ Барса ПСЖ мысал үшін. Сөйтеді екен да өзінің YouTube арнасында сол матчты жаңағы дыбыспен сөйлейді екен да. Стрим жасап па? Сөйтіп айтады екен жаңағы үйлеріне көреді ғой елдер телевизорды. Сонда жаңағы телевизорды қосып қойып YouTube-тың интершумын қосып мен даусыммен тыңдасаңдар болады деп ше. Жаңа ақшаға. Көреміз? Стрим дейма онда телевизор стрим дейма. Олдай бар негізі ол бустиға кәдімгі подписка жасап істейтін. Ой, Құдай қаласа жазда жұмыс көп Дидар. Иә, жетіп жатыр мен оны. Болмаса да біздің соққыда жұмыс көп жетеді. Бізге Дидар өзімізге керек. Бермейміз. Менеджерміз біз, соққы менеджер. Манагер. Иә, мен Дидарды біреу мысалы жүргізгенін қаласа бізге хабарласып. Ең
жиі келген жалпы біздің бағдарламамызға Иә, қонақ деп айтуға тілім бармай қалды да. 177-ден примерно 100-ге келіп қайтқан шығармын мен енді. Жігіттер, осы тұрғыда жаңа хабарландыруды айтып кетейік. Астана қаласында Ермұхамед Мәуленнің бары ашылған білеміз, фан бар. Сол жақта Ермаш бауырымыз матчтар жүргізіп жатыр. Жалпы Қазспорт және Қазақстандағы ойындар жүргізбеймін деп хабарлады. Иә. Сонда телеарнада болды. Еуроға келсем шақырсам барам деген. Еуроға шақырса барам, әйтпесе шақырып қойыпты негізі. Бүгін Ермаш ресторатор болып кетті дейсің. Ресторатор. Пошумим деп жатыр ғой. Сонымен біз Алматыда ма енді? Бірақ сол инициативасын ұнағаны тек қана Ермаш қана емес, сол жалпы Астанадағы әріптестеріміздің көбісі сол фан-барға келіп жүргізеді. Тамаша. Жандос бар, Олжас бар дегендей. Бізді де мысалы шақырып жатыр Астанаға келген кезде жүргізіңдер деп. Енді осы тұрғыда Алматыдағы көрермендерім жазып жатыр, бізде бар ма, сондай бар деп. Сол Ерекеннің Астанадағы бастамасы жақсы нәтиже берген екен. Бізге хабарласып, Дублин пабта соққымен бірлесіп, осындай Астанадағыдай кеш ұйымдастырайықшы деп ұсыныс тастадым. Дублин паб Бәйсейітов көшесінде ескі алаң жақта ма? Ұлттық кітапхананың жанында ғой. Ұлттық кітапхананың жанында? Иә. Ну неде ма? Қазақстандағы ең үлкен кітапхананың жанында. 7 миллион кітабы бар. Кітапхананың жанында Дублин паб бар ғой. Абылайхан көшесінде. Абылайхан Бәйсейітов бәрі бір жерлер ғой. Сол жерде донер. Иә. Алаңның арт жағы ғой енді былайша айтқанда. Бәйсейітова көшесінде біз ақпаратты Телеграм арнада қалдырып кетеміз. Телеграмға өтіп көрсеңіздер болады. Алматыда УЕФА Чемпиондар Лигасының матчын ПСЖ Барселона ойынын, Барселона ПСЖ ойынын сол Дублин пабта жүргіземіз. Алғаш рет қазақ тілінде барда жүргізейін деп тұрмын мен. Сондықтан келіңіздер, қолдау көрсетіңіздер. Осындағы құрам барамыз деп отыр. Бұйырса барамыз. Барып Әлімжанды қолдайын деп отырмыз біз. Бірге ойын көреміз. Бірге ойын көріп, ойынның алдында микрофон болады бізде, соққы лайв режимінде сол матчты талқылап, ойын біткеннен кейін де кішкене ойларымызды бөлісіп, жалпы соққы медиа болып сол Дублин пабқа барайын деп жатырмыз. Келіңіздер, бүкіл ақпарат төменге сілтемеге қалдырып кетеміз. WhatsAppта тіркелесіздер, сөйтіп матчты көре аласыздар. Сөйтсе Барсаның фанаттары кәдімгідей дубактарын көтеріп қотты тұрғанда Дәудидарын ПСЖ соқсын деп айтып жатсың ба? Ой, қорқпа, Дәудидар алып қоясың. ПСЖ жеңіп кетсе, мұрт бірнәрсе шығып кету керек қой. Мен Дидар емеспін деп ше. Если что, тараздікіміз біз. Болды. Онда соққы медиа жиналамыз Дублин пабта. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, орын саны шектеулі. Байер чемпион, Бундеслиганы ұтып алды. Ливеркузеннің командасы Байердің Вердерге қарсы ойынын Русаға сіз жүргіздіңіз. Иә. Сол ойынды бір айтып берсеңіз. Енді бұл ойынның түсірілім басталған кезде бәрін қысқа айтып шықтыңдар ғой. Статистикасын айтып, Дидар айтып кетті. 2011-12 жылы Ювентус командасының жалпы нәтижесін қайталады. Бір маусымда толыққанды 43 ойында, ресми ойында жеңілген жоқ деп. Арасында 43-ші ойында жеңілген жоқ, бірақ 43-тен бөлек, жолдастық ойындарды есепке алатын болсақ, 47 матч жеңілмеген екен. Байер 47 ойында жеңілмеген. Жолдастық ойындарын бәрін есептегенде. Сондықтан да Байер командасына мен шынымды айтсам таң қалып тұрмын. Бұл жерде Байер чемпион болды ғой, бірақ кейбір сарапшылар айтады да, мен оқыдым ғой. Бұл жерде Байердің кінәсі жоқ, Баварияның ұпай жоғалтқанынан дейді. Бұл жерде Баварияның кухнясының кішкене бұзылғанынан, Тухельдің кішкене дұрыс саясат жүргізбегеннен. Енді бір жағынан олай да айтса болады, бірақ ойлашы, ұпай аралығы 16 ұпай. Оған қоса жеңілген жоқ қой енді. Енді бұл жерде лагердің екіге бөлінгеннен дейді да. Мысалға Томас Тухельдің жақтаушылары Харри Кейндер болса, екінші жағы Томас Мюллерлер екен да. Типа андай, Бундеслиганы алмаймыз, кетсін деген сияқты біраз дау болған екен. Легионерлер мен кімдер местный кастактар екеуі. Бірақ қандай жағдай болмасын, Байер лайықты түрде чемпион атанды. Германия бірінші лигінің аяқталуына 5 тур қалған кезде уақытынан ерте жеңімпаз атанып отыр. Бұл расында таң қалатын жағдай. Статистика тағы да айтып жатырмыз ғой. 1904 жылдың 1 шілдесінде қателеспесем команданың негізі қаланған. Және интернеттен қарасаңыздар, Ливеркузеннің командасы ғой. Ливеркузен қаласының негізі 1930 жылы қаланған екен. 30 жылы қаланған. Байер 1904 жылдан бері бар. Сонда былай болған ғой, бірінші футбольный команда жиналғанда, сосын соның айналасында жәлек көбейіп кеткен ғой. Енді солайша қалада ойлап көрші 170 мың адам тұрады ресми түрде. Талдықорған сияқты қаланың командасы ғой.
120 жылда бірінші чемпион атанды. Одан кейін жаңағы гол салды 83-ші минутта. Вирцтің екінші голынан кейін жанкүйерлер алаңға шығып кетті да, шыдай алмай кетті да. Бұл жерде мысалға Бавария сияқты, Бекс айтып отыр ғой, Бавария қатарынан 11 дүркін Германия чемпион атанған деген сияқты. Жарайды, Бавария чемпион атанып жүр ғой, бірақ олар жаңағы жасыл алаңға қашан шығады? Ысқырық шалынғанда шығады, иә? Үйреп қалған, олар білет, қазір жеңеміз, жігіттер шыдайық, онысы немістер ғой, тәртіпті кішкене. Баярда ондай болған жоқ. Вирцтің жалпы ойындағы 4-ші голдан кейін 4-0 болып тұрған кезде Вирц гол соғып, енді кетіп бара жатқанда жанкүйерлердің бір 500-600 шығып кетеді ғой. Шыдай алмайды, онда эйфорияға кіріп кеткен кәдімгі. Олар уже тойлап жатыр ғой. Өздеріне сенбей жатыр да. Содан бастап жаңағы от жағып, бүкіл стадион бәрін өртеп тастады, былайша айтқанда. Бәріне көз жұмып қарауға болады. Өйткені Байер осыған лайықты түрде жетті. Керемет стильде өтті ғой мына ойын. Чемпиондық ойын керемет стиль, 5-0. 1-0 емес, 2-1 емес, ондай емес. Осы Байердің үздік футболшысы Флориан Вирц хет-трик жасап отыр ғой. Бұл да бір символикалық түрде өте. Байерде баяғыдан бері мықты-мықты футболшылар ойнап жүрді ғой. Соңғы даже премьерлер ол мына Кай Хаверц бар, иә, қазір топ жұлдыз деп айтамыз. Топ 50 ойыншы болған екен ғой әр жылдары. Иә, әр жылдары жұлдызды ойыншылардың 50 адам бар екен. Солар қанша жыл ойнағанына қарамастан Михаил Балактардың өздері. Балак, по-моему, Руди Феллерді ойнады ғой деймін. Руди Феллер айтпақшы отырды ғой. Отырды ма бұл? Иә, отырды. Негізі ол спорттық директор ғой, Байердің. Сонда 22 жыл бұрынғы тарихты бәрі біледі. Әйттен еске түсіп жатыр ғой. Неге Леверкузен дейді, оның тарихы бар ғой. 2001-2002 Чемпиондар лигасы финалы шыққан, иә? 2001-2002 жылғы маусымда команда требл жасайын деп тұрған жерінен 11 күннің ішінде, мамыр айының 11 күнінде Германия кубогына ұшып қалады. Германия чемпионатынан былайша айтқанда екінші орын алып қалады және Чемпиондар лигасында Реал Мадридпен ойнап 1-2 есебімен жеңіліп қалады. Бұл требл хоррор деген атпен тарихта қалған екен. Ливерпульдің квадрупл сияқты. Содан кейін бұл жерде Леверкузен деген жалпы ұғым Германия құрамасында жұғып кеткен екен. Леверкузеннің синдромы деп айтады. Өйткені 2002 жылы әлем чемпионаты болды ғой. Германия сол кезде көшбасшы сол Байердің ойыншылары болды. Бразилия мен Германияның финалдағы ойын білеміз 2-0. Сонда Германия құрамасының сапында 4-5 ойыншы болған екен. Соның ішінде Михаил Балак жасында жарқылдап жүрген. Соның айтады да жанкүйерлер, сарапшылар жағы аналиттер отырады да, ана Байердің синдромын жұқтырып, немістерге ұлт құрамаға әсер етіп, міне жеңіліп қалды. Бірақ ол жерде просто Бразилия мықты. Бірақ бұл жерде Бразилия құрамасының бір ойыншысы Байерде болған. Ол жеңіп кеткен екен. Зераберто. Сосын ол Бавария. Зераберто емес қой, басқа екен. Зераберто емес па? Луселу деген сияқты бір ойыншы болған екен. Мүмкін Лусио шығар. Лусио ғой деймін. Сол жігіт мысалы Байерде ойнаған, бірақ ол Бразилиямен жеңді. Сол 22 жыл салып, Неверкузен деген синдромды, сондай бір ешқашан деген сөз ғой, аудармасы, сондай бір ұғымды. Қазір бүйтіп жатыр ғой, never loser деп жатыр ғой. Never loser. Енді еш ұтылмайды деген. Сол еш ұтылмайды деген стереотипті бүгін бұзды. Риза болдым, рахмет. Олар бүгін Ливеркузен қаласында елді мекендерінде матчтың алдында хабарлады. Ой, уже бүгін той болады. Кетіп отырған яқты. Ол жақта даже Шымкентский уже ағып атқан сияқты бар ғой. Пиво тасқыны ма? Иә, пиво тасқыны сыра болып жатыр. Иә, не болды? Просто қазіргі ситуация віртілуге болды да шутка. Соны сол олар қазір матчқа дейін дайындалып қойған. Бұдан кейін чемпиондық тондының макеттері бар. Барлығы Хаби Алонсоның жағы бет-әлпетін маскасын киіп алған. Хаби Алонсо өзің айтпақшы, тек қана Германияның емес, бүгінгі таңдағы бүкіл әлемдегі үздік бапкер десе айтуға толыққанды келісемін. Инстаграмдағы жазбасына да ресми деп қойғанда Байер 04, енді Байер 01 деп. Риза болдым. Өзің айттың ғой Әлеке, жағы 2022 жылдың қазан айында команданы тізгіндеген кезде 8 турдың қорытындысы бойынша 5 ұпай алып 17-ші орында болған екен. Және 2024 жылға дейін келісімшарт жасайды да. Қазір 2-ші маусымда бір жарым жыл ғой. Сонда бір жарым жыл уақыт керек болды да. Байердің құрамында қазір жұлдыз ойыншылардың басым бөлігі биыл командаға қосылған екен. Сондай құраммен жеңіп отыр. Сол Гримальдо деген футболшылар келді. Кішкене сол фактілер оқып кетейін, сол арнасында Гримальдоға қатысты да бар. Камбектердің королі 2024 жылы Байер 90-шы минуттан әрі қарай 5 рет жеңіс голын соққан команда. Соны жаңа Байер немесе жеңілмеген. Байер 04 емес, Байер 94 деп прикол шығып еді. Осы жақын айтты. Әдемі сол. Бейне бір Байер әдейі осы чемпиондық мінезін көрсету үшін жасаған сияқты дейді. 100% Байер
есеп ашса жеңіске жетеді екен. Тең нәтиже болған, бірақ ол жерде мысалы Гладбахпен 0-0 есебі болған. 4-4 қана тең түсті ма сонда? Және ол тең нәтиже тіркелген кезде қарсылас есеп ашқан, көрдің ба? Байер бірінші гол соға ма, бұл міндетті түрде 100% жеңіске жетеді деген сөз. Флориан Виртц, Байердің басты жарық жұлдызы, 20 жасында Германияның көшбасшысы және бүкіл әлемдегі ең мықты ойыншылардың қатарына кіріп отыр дейді. Прессингте Томас Мюллер сияқты ойнайды, ал қарсыластың қорғанысын бұзып жарғанда Кевин Де Брюйне сияқты. Сол Виртц кететін сияқты мен ойымша. Осы Флориан Виртцті білесіңдер ма? Байер ұрлап алды ғой негізі. Солардың түлегі емес қой. 16 жасында. Көлннен келген, иә. 200 000 еуроға келген екен. Иә, оларда келісім шарт бар, бір-бірінің талант футболшыларын сатып алмайды. Иә, бір-бірінің талант футболшыларын бір-біріне тартып алмайды именно сол регионда. Бірақ үш команда Байер хитро істеді. Олар Виртцті академияға алған жоқ та, ананың 16 жасар командасына, өздерінің 16 жасар командасына емес, сатып алып сразу бастап құрамға қосып жіберді. Сонда олар как бы талант разглядел деп. Юридически ешқандай тәртіп бұзбаған. Ешқандай тәртіп бұзбаған. Ну, даже понятийно тәртіп бұзбаған. Өйткені Көлннің жаңағы бапкерлері енді оған сенім білдірген жоқ, оны бастап құрамға қоспай не істеп жүрген. Бұлар болса талантын байқап, сол Хаверстің ізін басады, кәдімгідей жолын басады, мықты футболшы болады деп сразу құрамға қосып не істеді. Қазір соның пайдасын көріп отыр. Одан бөлек Флориан Виртц туралы тағы бір ақпарат айта кетейін. Оның ата-анасы спортқа жақын адам бір екен ғой. Әкесі өзінің туған қаласында кішігірім бір команданың басшылардың бірі екен. Анасы гандбол командасының жалпы жаттықтырушысы. Ұлттық құрамаға біраз Германия құрамасына біраз спортшылар дайындаған. Және олар үйінде 10 бала екен. 10 бала, қыз бала, сол 10 баланың екеуі кәсіпқой футболшы болған. Қарындасы мен өзі. Қарындасы Юлиана Виртц 2018 жылы қазіргі Байер командасына келіп, 2023-те Вердерге ауысыпты. Әйелдер командасына. Күшті. Алекс Гримальдо мен Джереми Фримпонг тарихқа енді дейді. Олар 49 ұпай жинаған гол плюс пас көрсеткіші бойынша. Бүгін Гримальдоның пасы 49 жүп тұрғанда, екеуінің нәтиже өте мықты енді. Маусым әлі жалғасып жатыр. Даже анау Трент пен Робертсонның үздік маусымы бар еді. 39 10 ұпайға көп болып тұр. Джереми Фримпонг қарсыласына айып Харри Кейн, Эрлинг Холланд, Роберт Левандовскийден қарағанда көбірек топқа тиеді екен. Жалпы соны қапталда қорғаушылардың статистикасы бар ғой. Бірінші орында Фримпонг пен осы Гримальдо да, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы орындарда осы Робертсон мен Арнольд қой. Бірақ бұл жерде енді кішкене скидка жасаса болады, өйткені бұлар қаптал именно қорғаушы емес, жалпы латераль ғой, өйткені шортал қорғаушымен сондай схемамен ойнайды да. Бұлар шабуылға көбірек кірсе, ал Ливерпульде 4 қорғаушымен ойнайтын, ол жерде кішкене басқаша енді. Джаканы айтуымыз керек, сосын Гранит Джака осы Арсеналдан келіп. Айтпақшы, Арсенал мен Ливерпульдің аңыздары алып тоғанда. Алонсо сен Ливерпульдің аңызы деп санап отырсың ба? Неге? Жоқ, титул алған екен деймін да. Жоқ, жалпы ойнады ғой. Негізі Хаби Алонсо қай жерде ойнайды? Сол жердің бәрінде свой, негізі баск қой ол өзі, Баска. Бетистің ба, Билбаудың ба, соның біреудің түлегі, нақтысын айтамаймын. Әйтеуір баск екенін білем, Мықты. Сосын жаңағы ойынды еске түсіріп жатыр. 3-0 есебімен Баварияны ұтты. Өте сенімді деп. Құттықтаймыз. Байер командасын құтты болсын дейміз. Ла Лигада ойындар болды, Бундеслигада басқа ойындар болды, және Италия сериясында матчтар болды. Олардың барлығына біз алдағы соққы және голдың шығарылымдарында тоқталып кетеміз. Бірінші рет соққы және голда Реал мен Барселонаның матчы талқыламай тұр. Бір сөзбен айтып кетсек, екеуі де минимальный победалар алды, 3 пайдан алып кетті болды. Мальорка 0-1, Реал Мадрид, Барселона, Кадис. 178 шығарылымда бірінші рет Реал мен Барселона матчы талқыламай отырмыз. Все, онда талқыламайық қайық. Тарихи шығарылым болсын ба? Енді Байерға көңіл бөлуіміз керек еді, АПЛ-дағы чемпиондық таласқа көңіл бөлуіміз керек еді. Алда бізде Чемпиондар лигасының матчтарына орай шығарылым болады. Сондықтан соққы және гол арнасынан тіркеліңіздер, құрметті көрермен. Тағы да біз бұрын тіркеліңіздер деп көп сұрап айтып едік, өткен шығарылымда сұрап едік, 2000 адам тіркелді. Сұрамай жүр екенбіз ғой. Сол ғой. Тіркеліңіздерші. Тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, осы видеоны трендке шығаруға үлес қосыңыздар. Себебі Чемпиондар лигасының матчын талқылағанда 40 000 адам көрді. Осы видео аз жинап қалмасын. Көп сұраймыз. Міндетті түрде
комментарий жазып лайк басыңыздар. Шыны керек, соққыны түсірер алдында бүгін негізі шығарылым ұсынбай-ақ Чемпиондар лигасынан кейін айтып кетеміз турдың ойындарын деп едік, бірақ Байер чемпион болды, бұл тарихи жетістік. Біз Байер клубына деген сыйластығымыз ретінде осы видеоны түсірдік және АПЛ-дағы чемпиондық интриганы талқыладық. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Көп рахмет. Айтпақшы, Қызық Таймсқа да сілтеу жіберейік. Қызық Таймстың шығарылымы болды, YouTube-те жарияланды. Ермұхамед Мәулен екеуміз барған шығарылым көрдіңіздер. Маған ұнады өзіме. Бексұлтанға ұнаса болды ғой? Жоқ, ұнады. Әдемі сұхбат, жалпы қызық болды видео. Иә, керемет. Комментаторлар осындай бір деңгейге жетті. Иә, деңгейге жетіп, кәдімгі жұлдыздар ретінде селебрити болып жүргендер ғой. Кәдімгі жол ашып беріп жатсыңдар да қазір шоу бизнес. Бұрындары Ресейде комеди клабқа губернатор баратын еді ғой. Иә. Сол сияқты. Сонда ойлайтын мен осы бұрын біздің өзімізде бар ғой қазақтың жігіттері неге? Жоқ, негізі Ермұхамед Мәулен ғой, Дэвид Бекхэм сияқты шоу бизнес пен футболшылардың арасындағы шекараны бұзды ғой. Сол сияқты Ермаш шоу бизнес пен комментаторлардың арасын бұзды. Біз енді шоу бизнес емес, не дейді? Эстрада дейді ғой. Қызық болды. Иә. Толығымен бір демде көріп шықтым. Бексұлтан Кеуленқос, Руслан Бақытжан, Дидар Есемов, Әлімжан Асқар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Тоқаев туралы қандай шутқан болар еді, қызықтаймыз. Қиып сапты хабар.